Елімізде алғаш рет қазақ тілі күні онлайн аталып өтіп, 3000-ға жуық адамға хабарланған. Эстафетаны 60-ға жуық адам жалғастырды. Қазақ халқының мұрасы мәңгілік ел кітаптар сериясының бастамасымен және қазақ тілі қоғамының қолдауымен қазақ күнтізбесі жарияланған. Ұйымдастырушылар онда ұлттық мерекелерді белгілеп, 9 сәуір қазақ тілі күні болып аталған. Бұл мерекені ұйымдастыруда елімізде қазақ тілінің құрметін арттыру мақсаты көзделген. Челлендж жасағандардың ішінде шетелдегі бауырларымыз бен қазақстандықтар және қариялар мен жастар да бар. Қазақ тілі қоғамының облыстық филиалының төрағасы Темірғали Көкетаев ағамыз да бастамаға атсалысты. Мына шараны азаматтар керемет жақсы ұйымдастырған екен. Соны қолдау көрсету керек бәрімізге. Келешекте жақсы үлкен мерекеге айналдырып, қазақ тілінің дамуына, өркендеуіне тілектеспін. Қазақтың тілі басқа тілдерден еш жері кем емес, артық болмаса, барлық жағынан да сондай дәрежеге жеткізу ол біздің қазақ азаматтарының қолында. Елімізде орын алған індетке байланысты қашықтан әлеуметтік желілерде ұйымдастырылған байқау желі қолданушылары арасында үлкен қызығушылыққа ие болды. Өнер эстафетасына жақын шетелдерден қаракөз бауырларымыз қатысуға өтініш білдіріп, жүрекжарды құттықтауларын жолдаған. Қазақ тілінің мәртебесін көтеруге бағытталған шараның бас демеушісі меценаттар клубы. Бұл шараға алматылық ұлттық спорт жанашыры Бағдат Мүптекқызы да қолдау білдіріпті. 9 сәуір қазақ тілі күні. Барша ана тілін ардақтайтын, туған тілін құрметтейтін халықты осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Келешек ұрпақтың мақтанып жүретін, ары қарай жалғастыратын асыл қазынасы, анасының асыл ақ сүтімен келген үлкен қасиетті тілі деп жалғасын тапсын деген үлкен аналық тілегімді білдіремін. Facebook желісінде жарияланған байқауға моңғолиялық қазақ жастары да құттықтау арнап өз өнерлерін жолдапты. Ол бейне жазбаны 200 сағаттың ішінде 2,5 мың желі қолданушысы көрген. Өнер эстафетасына қатысқан жүлдегерлер естелік сыйлықтармен марапатталады. Қазақ күнтізбесінде белгіленген осынау айтулы күн дәстүрлі түрде жылда аталып өтеді дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.